Сәлем достар, бүгін мен сіздермен мынадай керемет дәмді балықтың қуыру рецептісін бөлісемін. Ең алдымен балықты жақсылап жуып аламыз да, оны бірнеше бөлшекке бөлеміз. Содан кейін үстіне приправа саламыз, 1 шай қасықпен. Одан кейін барып қалауымызша тұз саламыз, немесе 1 шай қасықпен тұз салуға да болады. Үстіне тағы да 1 шай қасықпен қара бұрыш саламыз. Екі жұмыртқаны саламыз. Жақсылап араластырып аламыз да 10-15 минутқа бетін жауып қоямыз. 15 минут болғаннан кейін үстіне ұн саламыз 3 ас қасықпен. Содан кейін табаға май құйып, жақсылап бірінші бір жағын орамыз, содан кейін екінші жағын ауыстырып орамыз. Мынадай дәмді керемет балық шығады. Менің қазақша каналымды қолдап, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Рахмет сіздерге.